Балалар, математика сабағымызды бастаймыз. 82-ші сабақ. Сабақтың тақырыбы тиімді есептеу үшін көбейтудің қасиеттерін пайдалану. Бірінші тапсырмаға қараймыз. Балалар сәндік қолданбалы бұйымдар жасайтын фабрикаға барды. Олар ұлттық кәдесыйларды қалай жасайтынын көрді. Балалар кәдесыйларды қораптарға санап салуға көмектесті. Оларға есептеу тәсілдерін түсіндіруге көмектес. Яғни бірінші, мына бізде қуыршақтардың суреттері 60, 100, 600, 100 деген сандар жазылған. Яғни осы бұйымдарды қалай қораптарға санап салуға болатын әртүрлі тәсілдермен түсіндіріп көмектесейік. Яғни 60 қосылған 10 жақша ашылған жақшаның ішінде бөлінген 2. 60-ты 2-ге бөлеміз 30, 10-ды 2-ге бөлеміз 5. 30-ды 5-ке қосамыз 35. Екінші, 600 қосылған 100 бөлінген 2. 600-ды 2-ге бөлеміз 300, 100-ді 2-ге бөлеміз 50. 300-ді 50-ге қосамыз 350. 600 қосылған 100 бөлінген 20. 600-ді 20-ға бөліп аламыз 30. 100-ді 20-ға бөлеміз 5. Теңдігі 35. 70 бөлінген 2. Бірінші 60-ды 2-ге бөліп аламыз 30 болады. 10-ды 2-ге бөлеміз 5 болады. Яғни тиімді жолмен есептеп жатырмыз. 30-ға 5-ті қосамыз 35. 700 бөлінген 2. 700, яғни 600 бөлу 2 деп аламыз 300. 100-ді 2-ге бөлеміз 50. 300-ді 50-ге қосақ 350. 700 бөлінген 20. 600 деп аламыз. 600-ді 20-ға бөлеміз 30. 100-ді 20-ға бөлеміз 5. Сонда 30-ға 5-ті қосамыз 35. Міне балаларға қораптарға кәдесыйларды санап салуға осындай әртүрлі тәсілдерді қолдана отырып көмектестік. Тапсырмаға қараймыз. Ауызша түсіндіре отырып есепте. 600 бөлу 5. Яғни 600 бөлу 5. 500. 500-ді 5-ке бөліп аламыз. 100 болады. Одан кейін 100 қалды. Енді 100-ді 5-ке бөлеміз. 20 болады. Сонда 100-ге 20-ны қосамыз 120. 500 бөлу 4. 400 деп аламыз. 400-ді 4-ке бөліп аламыз 100. 100-ді 4-ке бөлеміз 25. 100-ді 25-ке қосамыз 125. 90 бөлінген 2. 80-ді 2-ке бөлеміз 40. 10-ды 2-ке бөлеміз 5. 45. 50 бөлінген 2. 400-ді 2-ке бөліп аламыз 200. 100-ді 2-ке бөлеміз 50. 200-ді 50-ге қосамыз 250. 900 бөлінген 2. Яғни 800-ді 2-ке бөліп аламыз 400. 100-ді 2-ке бөлеміз 50. 400-ді 50-ге қосамыз 450. 900 бөлінген 20. 800-ді 20-ға бөліп аламыз 40 болады. 100-ді 20-ға бөлеміз 5. 40-ды 5-ке қосамыз 45. 700 бөлінген 5, яғни 500. 500-ді 5-ке бөліп аламыз 100. 200-ді 5-ке бөлеміз 40. 100-ге 40-ды қоссақ 140. 300 бөлінген 20. 300-ді бірінші 200-ді 20-ға бөліп аламыз 10 болады. 100-ді 20-ға бөлеміз 5. 10-ға 5-ті қосамыз 15. Осылай есептей отырып шығарамыз балалар. Үшінші тапсырма қараймыз. Бізге өрнектер берілген, салыстыр дейді. Яғни 500-ді 2-ке бөлеміз 250. 1000-ды 4-ке бөлеміз 250. Яғни тең. 900 бөлінген 2. 900-ды 2-ке бөлсек 450. 700-ді 50-ге бөлсек 14 болады. Сонда 900 бөлінген 2. 700 бөлу 50-ден артық. 450 саны 14-тен артық. Яғни 900 бөлу 2 деген жаққа қарай таңбаны қоямыз. 70-ті бөлеміз 5-ке.
14. 300-ді бөлеміз 50-ге 6. Яғни 35. 70 бөлу 5 жағы 30 бөлу 5-тен артық. Міне осылай есептерді шығара отырып, дұрыс таңбаларды қойып, салыстыруды орындайық. Есеп 4-ке қараймыз. Есеп бойынша өрнек құрып, оны шығар. Музейге 40 қыз және 30 ұл барды. Оларды теңдей бөліп 2 автобусқа отырғызды. Әр автобусқа қанша баладан отырды? Яғни барғаны 40 қыз және 30 ұл. Олар теңдей отырғызды 2 автобусқа. Енді бізде әр автобусқа қанша баладан отырғаны белгісіз. Әр автобус белгісіз қанша бала екені. Енді біз бірінші музейге барған қыз бен ұлдың санын қосып алайық. 40-қа 30-ды қосамыз 70. Енді олар теңдей 2 автобусқа отырғызды. 2-ге бөлеміз 70-ті. 35 бала. Сонда жауабы әр автобусқа 35 баладан отырды. Тапсырмаға қараймыз. Есепті шығар. Есептің сұрағына жауап беру үшін қандай мәліметтер саған қажет емес екенін анықта. Марат өнер мектебінде аптасына 45 минуттан 2 рет, 90 минуттан 3 рет сабақ оқиды. Ол тағы аптасына 2 рет, 60 минуттан қауызда жүзеді. Марат өнер мектебінде аптасына неше сағат сабақ оқиды? Жауабын сағатпен және минутпен өрнекте дейді. Яғни Мараттың өнер мектебінде аптасына неше сағат сабақ оқитынын табуымыз керек. Яғни 45 минут 2 рет, 90 минуттан 3 рет. Барлығы қанша сағат ол өнер мектебіне барды дейді. Енді 45-ті 2-ге көбейтеміз, 90 минут. Яғни ол 90 минут аптасына 45 минуттан 2 рет барды. 90 минутты сағатқа айналдырсақ 1 сағат 30 минут. Енді 90 минуттан 3 рет сабақ оқыды. 90-ды 3-ке көбейтеміз, 270. 270 минутты айналдырамыз сағат пен минутқа. 4 сағат 30 минут. Яғни 1 сағат 30 минутқа 4 сағат 30 минутты қосқан кезде 6 сағат. Марат өнер мектебіне аптасына 6 сағат сабақ оқиды. Тапсырмаға қараймыз. Есепті әртүрлі тәсілмен шығар. Балаларға арналған пойызға отыруға 30 қыз және 40 ұл келді. Әр вагонға 10 баладан отырды. Балалар қанша вагонға отырды? Яғни есептің шығарудың 2 тәсілін түсіндір. Бірінші тәсілде барлық қанша бала келді, олар қанша вагонға отырды. Екінші тәсіл қыздар қанша вагонға отырды, ұл балалар қанша вагонға отырды, барлық қанша вагонға отырды дейді. Яғни келді 30 қыз 40 ұл, әр вагонда 10 баладан бар. Енді қанша вагонға отырды? Вагон белгісіз. Бірінші тәсіл, яғни келген 30 қыз бен 40 ұлды қосамыз. 70. Енді әр вагонда 10 баладан бар дейді. 70-ті 10-ға бөлеміз. Сонда қанша вагонға отырды? 7 вагонға отырды. Екінші тәсілі 30 қызды бөлеміз 10 вагонға. 3 вагонда қыздар, 40-ты 10-ға бөлеміз 10 баладан 4 вагон. Яғни 3 вагонда қыздар, 4 вагонда ұлдар бар. 3-ке 4-ті қосамыз 7 вагон. Сонда жауабы балалар 7 вагонға отырды. Екінші тапсырмаға қараймыз. Есепті әртүрлі тәсілмен шығар. Саған сыйлықтары бар қапшықтар дайындау керектігін көз алдыңа елестет дейді. А бағанды. Сенде 24 шоколад пен 30 мұз кәмпит бар. Барлық кәмпитті теңдей бөліп 6 қорапқа салуың керек. Әр қорапқа неше кәмпиттен саласың дейді. Шартын құрамыз. Яғни шоколад 24, мұз кәмпит 30. Енді салынды 6 қорапқа. Әр қорап белгісіз қанша кәмпит салынғаны. Енді біз барлығын 24 шоколад пен 30 мұз кәмпитті қосып алайық.
54 болады. Енді 54-ті теңдей 6 қорапқа бөлейік. 54-ті 6-ға бөлеміз 9. Сонда кәмпиттер әр қорапқа неше кәмпиттен? 9 кәмпиттен салынды. Енді екінші тәсілінде 24-ті 6-ға бөліп аламыз 4. 30-ды 6-ға бөлеміз 5. Сонда 4-ке 5-ті қоссақ 9. Әр қорапқа 9 кәмпиттен салынды. Енді балалар, әсіне қараймыз. Шешу осындай болатын. Есеп ойластырып, шешуінің төмендегі тәсілдердің бірімен жазып, өрнек құрастыр дейді. Мысалы, пәнге байланысты математика 16 кітап, қазақ тілі 20 кітап деп алайық. Енді қойылды 5 сөреге. Әр сөреге қанша кітаптан қойылғаны белгісіз. Яғни 15-ке 20-ны қосамыз, 35 бөлеміз 5-ке, 7 кітаптан. Екінші тәсілінде 15-ті 5-ке бөлеміз 3, 20-ны 5-ке бөлеміз 4, 3-ке 4-ті қоссақ 7. Сонда әр сөреге 7 кітаптан қойылды. Бірінші тапсырмаға қараймыз. Есепте дейді 658 қосылған 124, 174. Яғни балалар, сендер баған түрінде есептеп көрсеңдер де болады. 658-ге 174-ті қоссақ 832. 1000 азайту 65, 935, 574 қосылған 254, 828. 789 азайту 654 теңдігі 135-ке тең. 217 қосылған 361 тең 578. 456 азайту 321 теңдігі 135. 237 қосылған 343 теңдігі 580. 789 азайту 98 теңдігі 61. Мұны балалар өздерінде баған түрінде жазып, есептеп көріңдер. Балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға көп рахмет. Сау болыңыздар.